Армысыз тыңдарман, арнама тіркеліп кетіңіз. Лүпіл басып, пікір қалдырып, қолдау білдіріңіз. Таңертеңнен бері терезеге қарап телміріп отыр. Терезе сыртындағы тіршілікке көзі қадалғаны болмаса, көңілі сан-саққа кетіп, жүрегі жылап, көкірегі ашып отырғалы да бірер күн болды. Мүгедектерге арналған арбасының дөңгелегін қолмен қысқанда саусақтары аппақ болып, еріндерін тістелеп, тұла бойы мұздап та кетеді. Жанына ешкім келмесе екен дейді. Ешкімді көргісі де келмейді, естігісі де келмейді. Сезеді, бәрін сезеді. Өмір өзені таусылып барады. Неше күн қалды екен. Денесі осында болғанымен, өзі жаны басқа жақта. Дәл бір кинолентадай бүкіл өмірі көз алдында өтіп жатыр. Қиналып отыр, қимай отыр. Бақыт 60 жасқа толуы керек еді. Сонау 61 жылы қыркүйек айының басында жас қосылған қос ғашықтың тұңғышы болып дүниеге есігін ашқанды. Әкесі совхозға жаңа келген жас маман, анасы мұғалім. Әкесі мен шешесінің екеуінің де аналары бірге тұратын. Сондықтан балалық шағы махаббатқа кенде болмады. Екі апа болғандықтан бір апасын апа, бір апасын мама, ал өз анасын көке деп былдырлаған сәби Бақытты бәрі жақсы көретін. Артынан ерген бауырлары мен қарындастары да алдыңғы арба ізімен дегендей бұның жасағанын қайталайтын. Өзі жанұяның тұңғышы болғанымен де үйде өзінен бір жас үлкен ағасы болатын. Қызық иә, шынымен де. Өзінен бір жас үлкен ағасы дегеніміз, нағашы апасының өз әулеттерінде еркек кіндік болмағаны себепті өзінің үлкен қызының тұңғышы Тұңғатты бір айына бауырына басып, тіпті тегінде ауыстырып асырап алғанын айтады. Ал нағашы апасы Бақыттың айтуынша мамасы. Бұлармен бірге тұрғандықтан Тұңғат пен Бақыт және Бақыттан 2 жас кіші Жанат үшеуі егіздер сияқты бірге өсіп, бірге қайнасып ер жетті. Бірінен соң бірі мектепті бітірген жылдары әкелері совхоздың бас бухгалтері болып қызмет жасап, бұл үшеуінен басқа 3 қыз 2 ұл сүйіп, тұрмыстары да жақсарып қалған еді. Анасы үшеуін ертіп шалғайдағы ауылдан Арман қала Алматыға жол тартты. Бақыт сол жол сапардан алған әсерін әлі күнге ұмыта алмайды. Жүрегі дүрс-дүрс етіп, пойыздың терезесінен сап-сары даланың ақырындап жасылға боялып жатқанына таңырқап та сүйсіне қараған бозбала Бақыттың арманы көп еді. Бірақ өкінішке орай Алматыға оқуға тек Жанат қана түсіп, Тұңғат екеуінің салдары суға кетіп ауылға қайтты. Ол кезде ауылдарда комсомол бригадалары құрылып, оқуға түсе алмаған мектеп бітірушілер совхоздың қойын бағатын үрдіс бар болатын. Бақыт бірден ауылға келісімен жастармен бірге сол бригадаға кіріп, қойшы болып шыға келді. Сол жылда жасаған еңбектерімен бірге, жастармен бірге сайран салған әр күндері ерекше еді. Қанша шаршап тұрса да, жас емес пе, кеш батса тамақ ішіп алып, бірде би кештерін, кейде диспут жасап, бастары қосылып мәре-сәре болатын. Қайран жастық, қайран өткен күндер ай десеңші. Сол жастықтың жанып тұрған кезінде алғашқы махаббат сезімі бұның басына түсіп, жүрегін жылытқан еді. Ол кезде қазіргідей ғаламтордан бар қызықты көріп ала алатын заман емес қой. Ұнаған қызына қай қырынан қарарын да білмей, қасына бармақ түгілі, ол жаққа тіпті тіке қарай да алмай, тек түнде ғана қиялға беріліп, тәтті түсінде сол бойжеткен қызбен қол ұстасып жүргеніне мәз болып жүре берген екен. Өзін қаншама қамшыласа да сезімін жеткізе алмай әуре болатын да қоятын. Тіпті әншейінде тілге өткір жылпос мінезі де дәл сол аруға қараған кезде өзгеріп, не айтарға сөз таба алмай, дегбірі қашып, дірілдеп қалшылдап қалатын. Сөйтіп жүргенде бұның алдын орап жан досы сол қызға сөз салғанын, және ол қыздың келіскенін айтып қуанып келгенде басына жай түскенде күй кешіп еді. Іштей аласұрған көңілін досына көрсетпей, айқайлап жатқан сезімін іште тұншықтырған. Одан кейін де досымен бірге жүрген, өзі сүйген аруын көрген сайын өзінің ынжықтығына іштей күйініп күйгелек боп кетті. Көп ұзамай-ақ екеуі үйленгенде тіпті күйеу жігіттің жолдасы ретінде қызмет атқарып, ақ тілегін ақтарып, екеуіне бақыт тілеп, шын қуанған кейіп танытқан.
Дегенмен де сол сәтсіз аяқталған алғашқы махаббат бұның есінен талайға дейін шықпай, басқа қыздарға қарауға мойын бұрдырмап еді. Бір жыл қой соңында жүріп біраз қарайып қалғандықтан қыз емес осы жылы қалайда болсын оқуға түсуді ойлап дайындыққа ден қойған Бақыт бұрыннан әлдеқайда салмақтанып мінезі де өзгеріп кеткен еді. Жанат бауыры Алматыда оқуын оқып жүргенімен өзі 10-шы класста жүргенде танысып ұнатқан қызымен хат алысып сөз байласып жүргенін айтып сыр шертіп хат жазатын. Тұңғат болса ауылда мамасымен бірге бөлек тұрып жатыр. Табиғатынан мінезі тұйық Тұңғат қыз туралы ләм-мим деп тіл қатпайтын. Бақыт болса сол бір қыз есінен кетпей, аласұрған жүрегін тыныштандыра алмай, не сырын ешкімге білдірмей, іштен тынып жүрген болатын. Өшін кітаптан алып, күндіз-түн кітап жастанып, іздеп жүріп, жақсы кітап оқи беретін әдет тапқан. Сүйіп оқыған кітаптары мен пысықтап дайындалған сабақтарының көмегімен осы жолы тапсырған емтихандары оң нәтиже беріп, Бақыт та Тұңғат та Алматы қаласының студенттер қатарын толықтырып оқуға түсті. Тек үшеуі үш білім ордасында, үшеуі үш жақтан жатақхана алған. Жанат бір жыл бұрын студент атанғандықтан бұларға қала аралатып, жастар жиналатын жерлерге апарып жол көрсетіп жүр. Өзі сол нақсүйер аруы Назымы басқа қалада тұрса да, хат алысып, жұмасына 2-3 рет телефон соғу үшін ұзақ уақыт почтада отырып, қолына ақша түссе, самолетпен ұшып барып келіп те жүр екен. Әйтеуір ойы да сөзі де Назымы. Дегенмен де бірінші курсты жап-жақсы тамамдапты. Ағалары оқуға түскеніне қуанып, ауылы көшіп келгенде күй кешіп, көңілі алып ұшып жүр. Үшеуінің ішінде ақша үнемдеп ұстауға икемді болғандықтан әкесі ақшаны Бақытқа салатын. Өздерінің стипендиялары бар, ауылдан келген ақша бар, әйтеуір жағдайлары жаман емес. Тек ақша түссе болды, Жанат көзі жайнап, әйтеуір бір сылтау ойлап тауып, самолетпен Назымына ұшып кететін. Оған екі ағасы қатты қынжыла қоймайды да. Себебі екеуі де оқуға ден қойып, жатақханадан көп шығып қыдырмайтын еді. Демалыс күндері Бақыт көбінесе Алматыда тұратын нағашы апайының үйіне барып, кішкене қыздарын бағысып, көмектесіп, сол үйден қарнын бір тойдырып қайтатын. Нағашы апайы білдей бір магазиннің бас бухгалтері болғандықтан, сол кездегі дефицит киім-кешекті де жақсы бағаға тауып беретін. Соның арқасында үшеуі де шыттай боп киініп, бозбала студенттер арасынан бірден көзге түсетін. Қыз дегенді ойламай, өзімен өзі әуре боп жүрген Бақытқа өздері оқитын институттың қыздары қиылып қарап қалатын. Солардың ішінде Жансая есімді өткір, ақ көңілді, сүйкімді қыз өзі кеп сөз бастап, танысып, екеуі бірге сабақ қарап, бірге саябақ кезіп, жақындасып та үлгерген. Жансаяға деген айтарлықтай сезімі болмаса да, қыз құл қолаған соң жігіт қарап қалсын ба? Бақыт та алғаш рет әдемі Алматы кешінде сұлу қыздың бал ернінің дәмін татып көріп еді. Жансая ақсары өңді, орта бойлы, мінезі ашық, күлімдегенде көкшіл көздері жанып тұратын сымбатты бойжеткен еді. Бақытты қатты жақсы көріп, сүйіп қалғанын жасырмай, иығына басын сүйеп отырып еркелеп жеткізетін. Басында онымен тек уақыт өткізу үшін кездесіп жүрген Бақыт бірте-бірте сүйкімді қызға деген ынтықтығы артып, жүрегінде сезім пайда болғанын сезініп жүр. Екеуі сабақтан бос уақыттарында жиі тауға шығуды әдетке айналдырған. Алатаудың әдемі табиғаты, саф таза ауасы, әсемдігі тек екеуі үшін жаралғандай, оңаша қалған сәттерінде бір-бірін үнсіз аймалап, ынтығып өбісіп, ертегі әлемінде жүргендей күй кешетін. Армандап алдыға жоспар құрып, қас қарая қол ұстасып қайтқан шақта бұлардан бақытты жан жоқ сияқты көрінуші еді. Әттең, бақыттарының ғұмыры тым келте боларын екеуі де сезбепті. Екінші курс оқып жүргенде бір күні ауылдан суық хабар келді. Нағашы апасы ауырмай сырқамай, бірақ күнде миына қан құйылып бақилық болыпты. Естіген кезде жан ұшырып, қолдарына тиген телеграммаларын көрсетіп, жалынып жалпайып жүріп, үшеуі әрең дегенде пойыздан отырып баратын вагонына зорға орналасқан еді. Қазіргідей сымсыз телефон жоқ. Жатақханадағы бірге тұратын жігіттерге ескертіп, ауылға қарай тартып кеткен.
Поезд ауылдарына дейін бір тәуліктен артық жүреді. Жол бойы мазасы болмады. Осыдан бір жыл бұрын өз апасы жарты жылдай қатты ауырып, өзінің мәңгілік мекеніне аттанғанды. Ол кісі аурудан қашып, қатты жүдеп, құр сүлдері қалған қолдарымен бақыттың қолын қатты қысып қоштасқанда, бақыттың жүрегінің бір бөлшегі үзіліп кеткендей күй кешкен еді. Апасын қимай ешкімге көрсетпей қора жаққа барып өксіп-өксіп жылаған кезде осы нағашы апасы келіп бауырына басып өмірдің заңдылығы туралы біраз сыр ақтарып жұбатқан еді. Енді міне келместің кемесіне өзі де мініп кетіпті. Әлі тың еді ғой. Ауырмай сырқамай шапқылап жүрген адамның бір-ақ мезетте көзден ғайып болғанына сене алмай отыр. Ауылдарына жеткен кезде қаралы үйге жиылған жұрт тек осы үшеуін тосып отыр екен. Азан-қазан болысып, көрісіп жыласқан туыстары мен таныстары, есі кіресілі шығасылы ауырып отырған аналары, жерлеу рәсіміне дайындалып, абыр-сабыр болып жүрген көрші-қолаң. Әйтеуір үшеуінен топырақ бұйыртқанына тәубе деп шүкіршілік айтқан халайық. Көрген түстей күй кешіп жүріп, нағашы апаларын жерлеп, бір күн аналарының қасында болып, бүгін қайта Алматыға қайтуға да жиналып жатыр үшеуі. Әсіресе аналары үшеуіне қайта-қайта қарап, жылап-сықтап жібергісі келмей жүр. Бәрінен бұрын ана орнына ана болған жаннан айырылған Тұңғат ағасына қиын соқты бұл қаза. Табиғатынан мінезі ауыр ағасы ләм-мим деп тіл қатпай, өңі бозарып бір нүктеге қарап түнеріп отырған. Дауыс салып жыламады ғой деп сөккендер де болды. Бірақ жүрегі жылап тұрғаны бір қараған адамға көрініп-ақ тұр еді. Қайтар жолда да қастарындағы бауырларына тіл қатпай, төсегінде төбеге қарап жатты да алды. Не тамақ, не шәй ішпеген ағалары бәйек болып күтіп жүрген Бақыт пен Жанатқа бір қарамай үнсіз жатты да қойды. Бақыт қайтар жолда Жансаяға кетерде хабарласа алмағанына қынжылып, соны ойлап жатып, неше күнгі ұйқы жеңіп ұйықтап кетті де, таңертең поезд Алматыға кірген кезде бір-ақ оянды. Вокзал басында үшеуі қоштасып, әркім өз оқу орындарына кетті. Ойында ештеңе жоқ Бақыт бірінші пардан шыққанда қасына жатақханада өзімен бірге тұратын досы Батырхан келіп, қипалақтап тұрды да, қойып қалғандай бір сұмдық хабарды бір-ақ естіртіп тастады. Оны естіген бетте құлағы шыңылдап, көзі қарауытып, Батырханның айтқан сөздерін ұға алмай, алақтаған Бақыт еденге отыра кеткен еді. Батыр, сен не деп тұрсың? Атып тұрып, жолдасының алқымына жармасқан қолдары дірілдеп, дауысы тарғылданып кетті. Басы дыңғылдап, көзі қарауытып кеткен. Бақыт, сабырға келші. Бақыт, сабырға келші. Өзім де кеше ғана естіп шок алып қалдым. Анық-қанығын құрбы қыздарынан білейікші. Группаларының біраз баласы кеше ауылына барып келіпті деп міңгірлеген Батырхан шегіне берген. Алқынып жүгіріп жүріп тапқан құрбы қызының айтуынша, Бақыттар пойызға отырып кеткен күні кешқұрым жатақханадан шыққан екі қыз жолаушылар өтетін жолақпен алаңсыз көше қиып өтпек болғанда машина қағып кеткен. Жүргізуші жас жігіт удай мас еді. Қатты жылдамдықпен келіп қаққандықтан екеуі де сол жерде тіл қатпай кетіпті. Екеудің біреуі Бақыттың Жансаясы. Ата-аналары келіп мүрделерін алып кетіпті. Тіпті кеше жерлеуіне дос құрбылары барып қатысып келіпті. Шынымен-ақ бәрі шын екен, еш қатесі жоқ. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Неге, неліктен деген сан сауал миын жеп, үнсіз мелшиіп отырғанына да талай уақыт болды. Көзінен аққан жасы сырғып, кеудесін жуып жатыр. Жатақхана жанындағы саябақтың түкпірінде орналасқан орындыққа келіп, өксіп-өксіп жылағанын ешкімге көрсеткісі келмеген. Достарына өзін жалғыз қалдыруын өтініп, құр сүлдерін сүйретіп осы орындыққа құлаған. Өмір не деген алдамшы, ажал неткен қатыгез еді. Өрімдей ғана жас еді ғой, арманы мақсаты көп, өмірге ғашық еді ғой. Қалайша мұның жүрегі ештеңені сезбеген, қалайша тым құрыса өз ауылына кетерде де көріп қоштаса да алмады ғой. Бір уыс топырақта сала да алмады-ау. Енді не істесе екен? Өкініш, шарасыздық өзегін өртеп барады. Түннің бір уағында орнынан сүйретіліп тұрған Бақыт ертең таңертең Жансаяның ауылына баруға бел буды. Жатақханаға келсе түн болып кеткеніне қарамай, бөлмелерінде 3-4 жігіт дастархан басында отыр екен.
Бұл кіргенде бәрі орындарынан атып тұрып, бұны құшақтап стол басына отырғызды. Қырлы стақанға мөлдіретіп құйылған арақты қолына ұстатқан жігіт: «Бақа, өлмектің артынан өлмек жоқ деген. Алланың ісіне не істей аласың? Мынаны жұтып алшы, жеңілденіп қаласың», деп қоярда қоймай стаканның түбін көрсеткенінше қадағалап, тіпті іле-шала екіншісін де құйып қойды. Бұрын-соңды осы арақ деген бәлені ішіп көрмесе де, бүгін қалжырап, шаршап, неге болса да немқұрайлы кейіппен қарап тұрған Бақыт екінші стақанды да сіміріп салды. Ащы дәмі ұнамағанмен біртүрлі көңілі жайланып, басының солқылдап ауырып тұрғаны басылып қалғандай болған ол, бар қайғысын ұмытқандай маужырай бастады. Достары қауқылдасып, әркім әрнені сөз етіп дабырласып, бұны қолқалап, тағы бір-екі стаканды көтерткені есінде, әрі қарай ештеңе білмейді. Күн тас төбеге шығып, сағат тілі 12-ні көрсеткенде бірақ оянғанда, бөлмеде тек Батырхан екеуі ғана екен. Басы солқылдап әкетіп барады. Тілі аузына сыймай, тамағы құрғап кеткен ол әрең тұрған еді. Стол басында отырған Батыр үнсіз мөлдіреген стаканды бұған ұсынды. «Мынаны жұтып жібер, басыңды түзеп ал», деді ықылы қатып. Бұрыннан осы ақаңмен дос Батыр бірдеңе білетін шығар деген Бақыт стаканды басына бір-ақ көтерді. Үнсіз құйылған бір-екі стаканды да құрғатқан ол, тісбасарға мардымды ештеңе таба алмай, құр суды сіміріп алып төсегіне қайта құлады. Ештеңе ойлауға да мұршасы келмей қорылдай жөнелді. Басы төсектен салбырап түсіп жатқанын ба, бастырылып жайсыз түстер көріп шошып оянып, қайта ұйықтап, екі дүниенің ортасында жүргендей халде еді. Міне, тура өңіндегідей жансая тұр анадай жерде. Өзі тіпті әдеміленіп кеткендей ме? Көкшіл көзі жанып, бұған қараған көзі өңменінен өтіп барады. «Бақыт-ау, сен осындай ма едің? Маған келуге де жарамадың ғой», деген даусы ап-анық естілді. Шошып оянып, басын көтерсе, бөлме іші ала көлеңке, ешкім жоқ. Бөлменің жарығын жағып, қабырғадағы айнаға қарап, өз түрінен өзі шошып кетті. Шашы ұйпа-тұйпа, көзі ісіп кіртиіп қалыпты, беті домығып кеткен. «Ой тұрың құрғыр бейшара, мынауың не енді? Құдай-ау, жансаяның өліміне себепкер болған ана Машжігіттен қай жерің артық сенің? Жетісіпсің», деп өзін-өзі сыбап алып, жуынып шайынуға кіріскен Бақыт, жігіттер қайтып келгенше тездетіп далаға шығып кеткен. Енді міне топырағы кеуіп үлгермеген қабір басында отырғанына да біраз уақыт өтті. Түнгі автобуспен бұрын-соңды келмеген ауылға таң қылаң бере жетіп, сұрастырып жүріп, жаяулап ауыл шетіндегі зират басына жеткен. Жайдары жайсаң үнемі күлімдеп жүретін жансаяның орнына томпайған төмпешік қарсы алды. Әлі еш белгі қойылмаса да, құрбы қыздардың айтуы бойынша дәл тапқанын жүрегімен сезініп, өзі білетін дұғаларын оқып, тізерлеп отырған Бақыт терең ой үстінде. Иә, адамның басы Алланың добы деген рас екен ғой, жазмыштан озмыш жоқ екен. Шіркін, уақытты кері қайтара алса ғой. Егер бұл ауылға кетпесе, жансая да кешке сол жерде жүрмес еді. Мүмкін екеуі өздерінің сүйікті саябақтарында сырласып отырар ма еді дәп сол уақытта. Мүмкін екеуі тауға шығып кетер ме еді. Мүмкін. Ойына өткенде ақырғы рет тауға барғанда жансаяның айтқан қалжыңы орынсыз көрініп, ренжісіп қалғандары түсіп, ішін өкініш тырнап кетті. Жансая қанша қиылып өтінсе де тырысып-бырысып үндемей қойып еді сол күні. Болар-болмас нәрсе үшін бәлсініп қалып еді ғой. Құдды бір дүние күйіп кеткендей, жол бойы үндемей жатақханасының жанына жеткенде де салқын қоштасып кете барған. Ақырғы рет көріп тұрғанын сезбеп еді қу жүрек. Сол сәтті қайтарар ма еді шіркін? Әрбір сәтін бағалап, әр күнін бал күн етіп өткізер еді ғой. Әттең. Тосынан келген қос қаза еңсесін езіп бірнеше жасқа есейіп кеткендей. Қолынан келер қайран болмаған соң, амалсыз жансаясымен қоштасып тұрып, екеуміз үшін де бақытты болуға тырысамын деген Бақыт, Алматыға жеткен соң бар күшін оқуға салған. Қолы қалт етсе кітап оқып, арақ деген бәлені тартып алмай қыдыруды да доғарғанды. Бір-біріне ұқсас күндер зуылдап, айға ұласып, өмірі сырғып өтіп жатыр. Тірі адам тіршілігін жасайды екен. Уақыт емшілігін жасап, жүрегіндегі жара бірде-бірде тартылғандай.
Бірақ жансаядан соң ешбір қызбен жарасып кете алмады. Күндіз оқуы, қала берсе қосымша жұмыс тауып алған бақыт кеш батса көше кезбей бөлмесінен көп шықпайтын. Демалыс күндері бірде нағашы апайына көмектессе, бірде аға бауырымен кездесіп келетін. Осылай жарты жылда зу ете түсті. Жанат бауыры үйленгісі келетінін айтып, ағаларынан рұқсат сұраған. Бұлар қарсы болмай, ауылдарына Жанаттың группалас достарымен бірге барып, 3 күн тойда тойлап, келін алып қайтқан. Жанаттың оқуы болғандықтан, Назым келіні екеуі Алматыда квартира жалдап тұрды. Жасы өздерімен тетелес, өзі шығыс жақтың қызы болғандықтан, келіні бұлармен тең құрбыдай қалжыңдасып еркелейтін. Қашан барса да дастарханды жайнатып, дәмді тағамдарын ұсынып көңілді қарсы алатын Назым мен Бақыт та Тұңғат та тез тіл табысып кеткен. Оқуы мен жұмыстан сәл босаса-ақ бауырының үйіне тартатын. Назымның әдемі қоңыр даусымен ән айтатыны да бар. Жанат домбырамен сүйемелдеп, екеуі бірігіп ән шырқағанда бәрі сүйсіне тыңдап қалатын. Сондықтан да екеуінің достары өте көп. Аптаның әр күні не өздеріне қонақ келіп, не бұларды шақырып, әйтеуір бір босамайтын. Жарасымды жұп екеуін көрген кезде Бақыттың да жанұя құрып жар сүйгісі келіп кететін. Бірақ жеме-жемге келгенде көңіліне ешкім жақпай тайқып шыға келетін. Кіммен танысып кездессе де орталарында жансая жүргенде күй кешіп қуыстанып қалатын. Осылай күндер зуылдап өтіп, Жанат бауырының тұңғышы да дүниеге келіп үлгерді. Ауылдан аналары келіп біраз күн қастарында болып, келіні мен немересін ауылға алып кетті. Жанат әйелі мен ұлын сағынып, ауылдары Алматыға қанша алыс болса да ебін тауып айына бір ауылға тартып отыратын. Және қаражатты көбіне Бақыттан алатын. Бауырына көмектесе алғанына көңілі марқайып, ауылға анасы мен келініне кішкене сәбиге сыйлықты алып беретін. Иә, өмір өзен іспетті, бір орында тоқтап тұрмайды. Мінеки, көзді ашып жұмғанша Бақыттың да оқу бітіретін күні келіп жетті. Тұңғат та биыл дипломын алады. Жанат болса былтыр оқуын бітіріп, оқу орны берген жолдамамен шығыс жақтың бір кішігірім қаласына тергеуші болып жұмысқа кірген. Үлкен ұлдары ата-анасының қолында, өздері тағы бір ұлға ата-ана атанған. Назым келіні Алматыда тұрған кезінде жұмыс істеп, қызметтес Алма деген қызбен Тұңғат қайнағасын таныстырып, екеуінің жарасып кетуіне ықпалында тигізіп үлгерген. Табиғатынан мінезі ауыр, көп сөзге жоқ Тұңғат пен өз ісіне тұянақты, мінезі салмақты Алма екеуі қалай жарасып кеткені белгісіз. Әйтеуір биыл үйленуге серт байласыпты. Тек қана Бақыт сол бұрынғы қалпы, оқу мен жұмыс деп жүріп қыздарға қарауға қолы тимеген. Оқу орнында әскери кафедра болмағандықтан, оқу бітіре салысымен әскерге шақыру қағазын алып, Россияның Приморск жағына әскерге кетті. Ол кезде 2 жыл әскери борышын өтейтін еді ғой. 2 жыл бойы басынан талай қиындықтар, талай қызықтар өтті. Оны жаса берсең бір кітап шығардай. Әйтеуір отан алдындағы борышын абыроймен атқарып ауылына келген. Ата-анасы басқа ауылға көшіп, сол жақта қызметтерін атқарып жатыр екен. Бөтен ауыл, өзі танымайтын орта болғандықтан көп тұрақтанып жата алмай, бұрынғы өздері тұрған аудан орталығына келіп жұмыс іздеуге кірісті. 2 жыл әскерде болғанын, алдында жұмыс істемеген естігендер табақтай дипломын місе тұтпай, тәжірибең жоқ деп сылтауратып шығарып салатын. Талай жерге барып тауы шағылған соң бос жата бермейін деп құрылысшылар бригадасына жұмысқа кіріп кетті. Ауыр жұмыс қалжыратып, кешке жалдамалы пәтеріне аяғын сүйретіп зорға жететін. Өзімен бірге оқығандардың бәрі дерлік үйлі баранды, көбі қалаға көшіп кеткен. Сондықтан да кісі киіктеніп көп ешкіммен араласпайды. Аптаның 6 күні жұмыс, 1 күн демалысын ұйқыға арнап жүргенде зу етіп 1 жыл өте шықты. Тұңғат пен Алма бір қыздарымен Алматыда тұрақтап қалған. Жанат пен Назым 2 ұлымен сол бұрынғы жұмыстарын істеп жатыр. Бір-бірін көрмеген соң аралары да суып кеткендей. Той-томалақ, өлім-жітімде кездескенде бұны қағытып, неге жүрсің, сұр бойдақ деп тесіп қойғандары болмаса, бұрынғыдай етене жақындасып, сырласып кете алмайды. Осылай жүргенде бір күні жұмыста қолын жарақаттап алып ауруханаға жатуына тура келді.
Қолына гипс салып болған соң ұйықтап кеткен екен. Жаймен ғана «Аға, ояныңыз, укол салуға келдім» деген дауыстан оянып көзін ашса, Жансая тұр алдында. Тура өзінің Жансаясы. «Жансая, бұл сенсің бе?» Шынымен де дей беріп өзінің қателескенін түсінді. Ой Алла-ай, адамға адам осынша ұқсас болар ма еді? Бір қарағанда Жансаяға қатты ұқсағанымен де анықтап қарасаң айырмашылық көп екен. Қабағы қатулы, әлденеге ренжулі сияқты. «Аға, сіз мені біреумен шатастырып алдыңыз-ау шамасы» деп үн қатты да инесін салып басқа палатаға асығыс кетіп қалды. Міне содан бері бақыттан маза кетті. Қасында бұрыннан жатқандардан жаңағы медбикенің аты Бақытгүл екенін, өзі қатал, ешкіммен сөйлеспейтін, мінезі ауыр екенін де біліп алды. Қалай болса да қайта көруге ынтызары ауып, танытқысы келіп дегбірі қашты. Оқталып медбикелер бөлмесіне әрнені сылтауратып барғанымен де өз жұмысымен әуре болған Бақытгүл бұған көңіл бөле қоймады. Енді байқады, жасы өзінен 3-4 жас кіші сияқты. Томаға тұйық, қылтың-сылтыңы жоқ. Ауруханада жатқан бір аптасында мардымды ештеңе бітіре алмаған Бақыт қыздың мекен-жайын жанындағы құрбысынан біліп алып, кеш батса сол жақта торуылдауға шығатын әдет тапқан. Өзінің жасы 30-ға таяп қалса да, құдды 15-тегі баладай асып-сасып, дегбірі қашып, бірнеше рет үйінен шыққан қызға барып, тіл қатуға батылы жетпей-ақ қойған. Әйтеуір бүгін анадайдан көрінген қызға қарсы жүріп, тосыннан кездескенде кейіп танытып, «О, Бақытгүл қарындасым-ау, сен қайдан жүрсің? Мен Бақыт ағаңмын ғой. Өткенде өзіңмен ем алып едім, есіңде ме?» деп барынша жайдары сөйлесуге тырысып, қызбен қатарласа берген. Бақытгүл жылы қабақ танытқанымен де қойған сұрақтарына жауап беріп, сыпайылық сақтаған. Батылданып кешке киноға шақырып еді, қыз келісімін бермеді. Дегенмен де қоярда қоймай жүріп үйінің телефон нөмірін алып алған. Күнде бір рет әрнені сылтауратып телефон соғып, жап-жақсы әңгіме дүкен құратын болып қалған екеуі. Бақытгүл де бұрынғыдай ат-тонын ала қашпай, қасына құрбысын ертіп киноға да баруға келісім берген. Тек екеуі оңаша қыдырсақ деген ұсынысқа үзілді-кесілді қарсы болып, көбінесе қасына Алмагүл құрбысын ертіп алатын. Осылай үшеу болып жүргендеріне де бірнеше айдың жүзі болды. Бүгін ауылдан әкесі келіп, өз ауылдарында бас бухгалтердің орны босағанын және ауыл басшылығымен келісіп, бұны жұмысқа кіргізетінін айтты. Армандап жүрген жұмысына кіретініне қуанып, ауылға кетуге жиналған Бақыт, Бақытгүлге бар сырын ашып айтқан. Жансая жайлы да жасырмады. Өзінің алғашқы бетте сол ұқсастық үшін жақсы көріп қалғанын да бүгіп қалмады. Егер келісімін берсе, үйленгісі келетінін айтқан кезде, Бақытгүл, «Танысқанымызға көп уақыт өтпеді ғой, мені анық жақсы көретініңе сенімдісің бе? Түрім ұқсас болғанымен мінезім болмысым бөлек емес пе? Мен Жансая емеспін. Ертең өкініп қалмайсың ба?» деді бұған сынай қарап. Шынымен де екеуінің мінезі екі түрлі. Жансая өжет, ақжарқын, әрқашанда көңілді жүретін әңгімешіл еді. Бақытгүл көп сөйлемейтін, ұяң, өзіне тән аңқаулығы да бар, үнемі ойланып жүргендей қабағы көп ашылмайтын. Асыққан шайтанның ісі, арамызда шын сезім болмаса, ара қашықтық бөгетін тидірмес деп келіскен екеуі. Бақыт жаңа ортаға келіп, жұмысқа құлшына кірісіп кеткен. Білгеннен білмейтіні көп. Оның үстіне әке алдында ұятқа қалмас үшін күндіз-түні жарғақ құлағы жастыққа тимей жанталасып-ақ жүр. Соның арқасында жұмыста беделді. Бақытгүлмен телефонмен сөйлескені болмаса, бірнеше ай болды оны көрмегеніне. Алла сәтін салып, аудан орталығына жиналысқа баратын болды. Жұмыстарын бітірісімен Бақытгүлмен жолықты. Екеуі де бір-бірін сағынып қалыпты. Ұзақ уақыт серуендеп, әңгімелері таусылмады. Бұрынғыдай емес, Бақытгүл де құшағына еркін кіріп еркелеп қояды. Осылай жарасқан екі ғашық сөз байласып, үйленуге шешім қабылдаған. Көптен күткен тойлары болған соң, әке-шешесі бар туған туысы ат салысып, дүркіретіп жасаған тойда өтті. Бақытгүл кісі киіктеніп өз бөлмесінен шықпай, ешкіммен араласып кете алмай ұялып жүр. Онысы әсіресе тойға келген Назым келініне жақпай, қайнағасына еркелеген болып тиісіп айтып қалады. Өзін тым еркін ұстайтын Назым осы үйдің қызындай,
әңгімені де айтып, ата-енесіне де қалжыңдап қойып, аузы мен қолы бірдей қимылдап, шаруаны да тындырып ақ жүр. Бақыт қанша қол қаласа да, Бақытгүл не Назыммен, не Алмамен, не үйдегілермен араласып кете алмай, көбінесе бөлмесіне қамалып шықпай қоятын. Үйдің шаруасын үн-түнсіз жүріп атқарып, бөлмесіне зып етіп кіріп кететін. Бақытты да жанынан жібергісі келмейді. Тойға келген қонақтар қайтып, өздері ата-аналарымен бірге тұрып жатыр. Бақытгүл үй шаруашылығын істеп, ірні қарындастарының сабақтарын қарындасып жүргенмен де көбінесе біртоға көп сөйлемейді. Бұның жұмыстан келуін күтіп, екі көзі төрт болып отырады. Екеуі оңаша қалғанда әңгімелерін айтып, күліп ойнап, еркелеп отырған келіншегі бөлмелерінен шықса-ақ басқа адам болып қалады. Анасын бәрі көкейі дегендіктен осылай атасаң жақсы болар еді десе де, әйтеуір айта алмай-ақ қойды. Онысы анасына ұнамайды. Дегенмен де келініне түсіністікпен қарап, әрқашан қолпаштап, қасына ертіп, осы үйге сіңісіп кетуіне ықпалын тигізетін анасы келінінің кемшіліктеріне көз жұма қарайтын. Бақыттың совхоз жұмысынан қолы тимейтін. Демалыс деген жоқ. Жұмысын ыңғайласа көп жиналыстың бірі басталып, қалай берсе ферма аралап, кей кезде апталап үй көрмей кететін. Сондай кезде келінінің көңілін аулап отыратын да сол анасы. Бойына бала біткенін байқағаннан бәйек болып көп шаруа істетпей ас үстіне түсіп күтетін еді. Қайран анасы. Қазір ойлап қараса, Бақытгүл екеуінің үй болып кетуіне анасы көп үлес қосқан екен. Тұңғыш жылдары Нұрбол 40-нан шығысымен ата-апасының қасында жатады. Басы байлы сол кісілердікі болды. Бақытгүл қызғанып, баласын өбектеп сүйгісі келіп, бұл жұмыстан келгенде шағымын айтып, көз жасын сығып алады. Нұрболдың апасы Бақытгүл енесін осылай атайтын. Қызық, тіпті емізіп болғанымша менен қызғанып, қолымнан жұлып алып кетеді баланы. Сонда өз баламызды өзіміз сүйе алмай зар боп жүреміз бе дейтін өксігін баса алмай. Біреудің баласын қайтейін деп ең, одан да өзімізге бала туып алайық десе, көзі бағжаң етіп, бұған жек көріп қарап, неге біреудің баласы? Осы сен жұмыс деп, не мені, не баланы ойламайсың деп еңірей жөнеледі. Өзі кейінгі кезде көңілі нілдей бұзылғыш, ашуланшақ, жылауық болып кетті. Кеш батса басының сақинасы ұстап, тамаққа тәбеті болмай жатып қалатын. Қатты жүдеп кетті, көздері шүңірейіп қалған. Дәрігерге барып қаралсаңшы дегендерді тыңдамай күнде ертеңдеп жүре берді. Бірде анасына, көке, осы біздің Бақытгүл Нұрболды еркінше құшақтай алмай үш құса болып жүр ғой деймін. Соңғы кездері ауыра береді көп деп күмілжіп. Ой, мыналардың бала жандысына-ай, сендердің балаларыңды қайтейін деп едім. Өзімнің басқа немерелерім де жетеді. Қайтеді мыналара деп бір жекіп алып, мен сендердің келесі балаларыңа кедергі болмай маған үйрене берсін деймін де, деген ренжіген кейіп танытып. Бізге қайдағы бола? Нұрбол әлі кішкентай емес пе, жасқа да толған жоқ. Оны балам бір алла біледі. Ауырып жүрсе ана келінге айт, ауруханаға барсын. Осы әңгімеден соң қоярда қоймай жүріп Бақытгүлді ауруханаға жіберген. Кешке үйге келсе, келіншегі жымың-жымың етіп келіп, бәке, сен тағы да әке болады екенсің деп құшақтай алды. Бәле, сен емізіп жүр емессің бе? Осындайда бола ма екен деп, тіпті аузына басқа сөз түспегендей. Алла қаласа бәрі де болады екен деп жымиған келіншегін құшақтап, анасының қырағы көзі бірдеңені сезіп жүргеніне таң қалған. Біріншідегідей емес, Бақытгүлдің бұл жолғы жүктілігі ауыр болды. Құсып, тамақ жей алмай, әлсіреп, жүдеп, жадап кетті. Тіпті Нұрболға қарауға мұршасы жоқ. Белі ауырып, ыңқыл-сыңқылы көбейіп кеткен соң, аудан орталығына УЗИ-ға түсуге жіберген. Сөйтсе, қорытынды егіз болатынын айтыпты. Әулеттерінде бұрын егіз болмағандықтан бәрі бір жағынан қуанып, бір жағынан қобалжып жүр. Әкесі, егіз дейді ме? Оны да көрейік көмпешке деп анасына көзін қысып ерекше қуанған. Сонымен күздің қоңыр салқын күні дүниеге егіз ұлдары Ерболат пен Жанболат келді. Бірінің салмағы 1,8, біреуі 2,4. Кіп-кішкентай шақалақтарды алып келгенде қолдарына алуға қорқып естері шығып кетіп еді. Өздері ол кезде бөлек шыққан. Анасы Нұрболға қарап көп келе бермейді. Бақыт жұмыста,
Екі балаға қарауға жас босанған Бақытгүлге оңай болмады. Кезек-кезек жылаған балаларын тербетіп тамақ ішуге де уақыты болмайтын. Ол Бақыт үйге кірісімен екі баланы қолына ұстата салып басқа тірлігін жасап кетеді. Өзі жұмыстан шаршап келген Бақыт еріксіз балаларды қарасып, жаялықтарын жуысып, суға түсуіне көмектесіп, зыр жүгіріп жүріп, төсегіне құлап, енді ұйықтап бара жатса, егіздер кезек-кезек жылайтын. Иә, бала бағу, өсіріп жеткізу оңай емес. Ал егіздері тіптен қиын екен. Өздері әлжуаз, аурушаң. Екеуі бірдей ауырып қалған кезде Бақытгүлдің медбике болып істеген тәжірибесінің көмегі көп дейді. Әйтеуір амалдап жүріп екі егізді адам қатарына қосып алды. Егіздер жасқа толған кезде елімізде қайта құру дәуірі басталды. Бір қалыпты істеп жүрген жұмысынан бірнеше айлап еңбекақы ала алмайды. Алған айлыққа қажетті заттарын таба алмайтынды. Дүкендер сөрелері босап, ақша күннен күнге құнсызданып жатты. Тек бұлар ғана емес, бүкіл елдің жағдайлары нашарлап кеткен. Бұлардың аулы мал шаруашылығымен айналысатын. Таудың етегінде тастақ жерде орналасқандықтан ешкім бау-бақша, көкөніс дегенді салмайтын. Бәрі сол алдарындағы бір-екі сиыр, аздаған ұсақ малға қарап қалған. Бақыттарда ол да жоқ. Балаларымен есі шығып жүрген Бақытгүл сиыр сауып мал қарауға тіпті қолы тимейтін. Балаларға сүт, ірімшік, құрт майын анасы беріп жіберуші еді. Бір күні Бақытты әкесі шақырып алып, балам, совхозды таратады деген сыбыс бар. Әркім өздеріне тиісті үлестерін алып, жеке қожалық ашады деп жатыр. Біраз жұрт жұмыс іздеп қалаға көшпек ойда жүр. Біз шешең екеуміз зейнетке шықсақ та, әлі күш-қуатымыз бойымызда. Елдің алды болып, жеке қожалық ашып, мал бағып көрейік деп шештік. Қыстақты да қарастырып қойдым. Саған да ыңғайлы жұмыс қарастыру керек. Нұрболды өздеріңе алсаңдар, 3 баламен ертеңгі күндерің қалай болады, ойластырып жүрсің бе деген бұған барлай қарап. Бақыт өмір бойы басшылық жұмыс жасаған әкесі мен мұғалімдік қызмет істеген анасының батыл шешіміне таң қалып қалды. Бәрі сол балашаға қамы екенін түсініп тұр. Бұл кезде Жанаттан кейінгі екі қарындасы тұрмысқа шыққан. Бір інісі әскер қатарында, бір інісі мен қарындасы мектеп бітіруге дайындалып жүрген. Иә папа, өткенде қалаға барып жұмыс ыңғайын қарастырып көрдім. Жұмыс тапқанмен үй жағы қиын екен. Аудан орталығынан банктың жаңа бөлімшесі ашылады деп жүр. Сол салада жұмыс істейтін танысымнан нұсқауларын, керекті оқу құралдарын алып келдім. Бағымды сынап көремін. Алла қаласа деген Бақытқа әкесі риза болып қалды. Міне, содан бері де 10 жыл зыр етіп өте шықты. Қазір Бақыттар аудан орталығында тұрып жатыр. Өзі банкте жұмысын істеп, міне бір жылдай болып қалды, банк басшысының орынбасары болып, лауазымы көтерілген. Келіншегі үйде балаларын қарап, біреуден ілгері, біреуден кейін тіршіліктерін жасап жүр. Осыдан 10 жыл бұрын 3 баласын жетектеп, үйсіз-күйсіз өзіне беймәлім салаға жұмысқа қабылданғанда қатты қобалжыған. Бәрі қарсы болса да, тәуекел етіп кредит алып, орталықтан өздеріне үйде сатып алды. Алла сәтін салып, ақша ауысып, бұлардың бұрынғы алған несиесі тиын болып қалып, оп-оңай құтылғанды. Тәуекел түбі жел қайық деген осы ғой. Және де кішкене періштелердің несібесі деп есептейді. Егіздерден соң тағы да жан нұры деген ұлды болып, қазір 4 ұлдың әкесі атанған Бақыт енді қыз келсе ғой деп армандап қояды. Келіншегінің тағы да аяғы ауыр. Бұларға көпшілік қызығып қараса, кейбірі түсінбейтін де. Мына заманда топырлатып бала тапқаны несі деп кейитіндер де табылатын. Ол кезде бұлармен шамаластарда 1-2 баладан, ілеуде біреуде 3 бала. Бірақ Бақыт бір бала дүниеге келсе, бір шөкім шөп артық шығады деген ұстанымды ұстап, ондай сөздерге мән бермейді. Әрине оңай да емес. Жалғыз өзінің жалақысы анда тартса, мұнда жетпей тарығып қалатын күндері көп. Жұмыстан кейін ауласына еккен көкөністерін баптап, қорадағы біраз қой-ешкілерді жайғап, қанша шаршаса да, ұлдары келіп жабысқанда шаршағанын ұмытып кетеді. Үлкендері қазір қолғанат болып қалған. Дегенмен де ұлдар емес пе, ойынға беріліп кеткенде үйдің астан-кестеңін шығарады. Басшылық жұмысқа кіргеннен бері келімді-кетімді кісілер де көп. Кейде өздерінің жұбына тірліктеріне намыстанып, ыңғайсызданып қалатын.
осындай бір жағдайдан соң келіншегі ренжіп, тазалықты сақтасаңшы, үйде отыр емессің бе деп еді. Бақытгүл ашуланып, мен ойнап отырмын ба не? Айттым саған, осы баланы алдырып тастайық деп, өзің ғой алла беріп тұр деп қоймаған. Ал енді маған не дейсің? Бала бағып, үйде омалып отырғаннан шаршап кеттім деп шаптығып шыға келді. Әншейінде көпке қарсы келе бермейтін келіншегіне шүйлігіп, сен не деп тұрсың? Осы күніңе шүкір демейсің бе деп қатты ренжіген. Бақытгүл, сен кейінгі кезде аллаңды ұмытып барасың. Өзің үлгермесең, ана зіңгіттей ұлдарыңа үйрет, арттарын жинап жүруді. Көмектессін саған. Мына мен әлі күнге еркек басымен саған үй жинасып, кір жуысып жүрмін, ел-жұрттың сөзіне арланбай. Ал сен болсаң, бойыңа біткен баламды алдыртпадың деп маған кінә тақпақсың ба не? Өзіңнің не деп тұрғаныңды ұқасың ба деп, жұмылған жұдырығын көтеріп ұрып жібере жаздап, түтігіп қалш-қалш еткен Бақыт есікті тарс еткізіп үйінен шыға жөнелді. Иә, шынымен де келіншегінің салақтығына, ақша үнемдеп ұстауға икемсіздігіне көңілі толмағанымен де, төрт ұл тауып өсіріп жатқанын желеу етіп, кемшіліктеріне көз жұмып келіпті осы күнге дейін. Бар күш-жігерін жұмысына жұмсап, бар көңіл күйін балапандарына бөліп, бір шеңбердің ішінен шықпай жүгіріп жүргенде зырылдап уақыт өтіп жатыр. Туған туыстарымен, іні қарындастарымен де анда-санда телефонмен хабарласқаны болмаса, ара қатынастары үзіліп қалған. Тіпті осы аудан орталығына көшіп келіп, кенже ұл мен келіннің қолында тұрып жатқан ата-анасына айына жылына бір барады. Сағынып өкпесін айтқан анасының сөзін жүре тыңдап, жұмысын сылтауратып кетуге асығатын. Сөйткен жұмыстан тапқан ақшасы берекесіз бе, не бір жинаған қорлары да жоқ. Еркек үйдің иесі, әйел оның кесі деп бекер айтпаған ғой. Bir жағынан келіншегі қолдап ұқсатпаған соң қанша тыраштанса да тірлігі өнбейді екен. Күйініп, ызаға булығып келе жатқан Бақыттың алдынан талайдан бері көрмей жүрген бір сыныптасы шыға келді. Екеуі жандарындағы кафеге кіріп, аттың басын жіберген. Жолдасы салып алған екі қабатты үйін, өзінің аңшылықпен айналысып жүргенін айтып мақтанып, бұны алдағы демалыста аңға баруға шақырған. Алғашында сыралатқан олар біраздан соң Ахаңға көшкен. Той-томалақта аздап ұрттағаны болмаса, араққа үйірлігі жоқ Бақыт біраздан соң масайып қалды. Өз аяғында тұра алмаған оны жолдасы сүйрелеп үйіне алып келгенде, әкесінің мынадай түрін көрмеген ұлдары үрпейісіп қалған. Оларға қарауға да мұршасы болмай, киімшең төсегіне құлаған күйеуіне өкпелеген келіншегі ертеңінде де жабылған қабағын ашпай, тоң теріс қалпымен үндемей қойған-ды. Бұл да ерегісіп, жұмыстан соң үйге тура қайтпайтын болған. Екеуінің бір-біріне өкпелеуі көбейіп, Бақыт бұрынғыдай үйіне асықпайтын болды. Жұмысында көбірек бөгеліп, одан шықса 5 грамдатып, демалыс күндері аңға шығуды әдетке айналдырып алды. Әсіресе өзіне аңшылық қатты ұнап қалды. Табиғат аясында серуендеп, жігіттермен мергендігін сынасып, алып барған шишаларын босатып, әңгіме дүкен құрып алаңсыз бір демалып қалатын. Атып алған азды көпті аң құстарын сол жерде баптап дайындауға шеберленіп алған оны аңға шақырушылар қатары көбейіп кетті. Әр демалысын құр жібермейді. Міне, бүгінде аңнан қайтып келген Бақыт ерекше көңілді. Атып алған 3-4 үйрегін сол жерде-ақ жүнін жұлып тазалап салып алған. Кешке үйдегілерге құс етінен тәтті тағам дайындап бермек ойы бар. Бұрындары қазан-ошаққа көп маңайламаса да, анда-санда баптап палау басатын және дәмі тіл үйіретіндей керемет шығатын. Бұл палау басса, ұлдары да келіншегі де ерекше қуанып, үйде бір мейрам болып қалатын. Көп болды не үйге, не балаларына көңіл бөлмей кеткеніне. Міне, бүгін сол күнәсін жуып шаймақшы. Үйге кіре бере келіншегінің жыламсыраған даусын естіп тұра қалды. Маған не қылмадың дейсіз? Оның аузына мен арақ құйып жүрме екенмін? Өзінің миының жеткен жері сол болса, іше берсін арағын. Мен қырып аламын деп жүрме екен? Әй, Бақытгүл, сен олай шаптықпа. Бұрын соңды саған ұрсып көрмеп едім. Мені тыңда деген анасының даусы тым қатқыл шықты. Қанша жыл болды отандасқандарыңа? Осыған дейін ішпей жемей бар тапқан таянғанын үйіне тасып, сенің көңіліңе қарап, ұлдарды бағып қағуыңа көмектесіп, үйдің де түздің де жұмысын атқарып жүрген кезде жақсы болған байың керек болып, енді біраз осалдығын танытып еді,
керексіз болып қалды ма не? Ол неге ішіп жүр деп ойланып көрдің бе? Еркек үйден таппаған жылулығын түзден іздейді. Сен ол үйге асығатындай жағдай жасап отырсың ба? Қашан келсең үйің ат көпір. Есіктің алдынан шашылып бір жиналмайды. Ауылда отырып сүтті сатып аласыңдар. Ойбай, балалардан қолым тимейді деп сылтауратып, келін болып біздің жаққа не өзің келуді, не балаларды жіберуді білмейсің. Ана өзін баққан Нұрболдың өзі өгесіп барады. Басқаларға не сорым? Бақыт ары қарай тыңдамай ақырын ғана шығып кетті. Келінжан, мына ағаңның әкелген үйректерінен дәмділеп тамағыңды дайындай ғой деген әкесімен бірге есік алдында жайқалып өскен гүлдерге су құйысып, бақшаларының арам шөптерін жұлысып, үйлеріне кірсе буы бұрқырап ыстық тамақта келе қалды. Бәрі қауқылдасып үстел басына отырып жатқанда анасы да келіп, мына үй неге жап-жарық болып кеткен десем, менің бақонайым келіп қалыпты ғой, құлыным сол деп маңдайынан иіскеп, тыққан тәттілерін шығарып ерекше қуанып жүр. Жасы 40-тан асып кетсе де, осы екі жан үшін әлі бала екенін сезініп, өзінің жасап жүрген тірлігіне екі қарияны уайымға батырып қойғанына ұялып үйіне қайтқан. Бағана ғана өзі ақырын шығып кеткен ауласы тап-тұйнақтай жиналған. Үлкен ұлдары бақшаны жинастырып жүр. Алдынан жүгіріп шыққан Жаннұрын көтеріп үйге кіріп еді, келіншегі үйді жуып болып қалыпты. Бұл да келе көмектесіп, әп сәтте бәрін орын-орнына жайғастырып, ұлдарымен бірге отырып тәтті шайларын ішкен. Осылай отырмағандарына 3-4 ай болып қалған шығар. Ұлдары да бір-бірімен таласып, жаңалықтарын айтып, тауыса алмай жатыр. Құдды бір жыл көрмегенде сағынып қалыпты әкелерін. Ұлдарын жатқызып, екеуі оңаша қалғанда, Бақытгүл иығына басын қойып, солқылдап жылап алып, «Бәке, менен кеткен қателіктерді кешір. Саған ерегісіп, сені ғана кінәлап жүріппін» деген. Иә, әйел адам өзінің бір беткейлігі, айқай-шуымен емес, еркелігі мен осалдығымен жеңетініне көзі жеткен Бақыт келіншегін құшағына қыса берген. Міне, содан бері 5 жыл өте шықты көзді ашып жұмғанша. Қазір 5-ші ұлдары Елнұры да 4-ке толған. Өзі бір ерекше сүйкімді, бұрынғы балаларындай мазасыз емес. Бота көздері мөлдіреп өзімен өзі ойнап отырады. Аяғы да тілі де ерте шыққан Елнұры өте қылықты. Бақыт осы ұлын менің майлаяғым деп қасынан тастамайды. Ерекше жақсы көреді. Олай дейтін себебі Елнұры туғанда өзі аудан әкімінің орынбасары болып тағайындалды. Жиған тергендеріне өздеріне үлкен үй алып кірді. Аудандарындағы үлгілі отбасылардың бірі болған. Жора жолдас, туған туысқа сыйлы, шын бақытты еді олар. Бірақ Алланың оларға қандай сынақ дайындап қойғанынан хабарсыз еді екеуі. Бұлардың бақытты өмірлерінің быт-шытын шығарған сол күн. Бақыттың есінен әлі күнге кетпей жанын жейтін сол күн. Әр минут, әр секундына дейін есінде. Күз келгенімен де күннің ыстығы қайтпай тұрған кез. Тіпті жазда болмаған ыстық. Ауылдарда өрт қаупі күшейген соң аудан басшылығындағыларға маза жоқ. Бірнеше күн ауыл аралап, жол ұрып, шаршап келген Бақыттың алдынан Елнұры жүгіріп шығып мойнына асылған. Бақытгүл, балаларды шулатпа, мен жатып демаламын. Ертең ерте жұмысқа кетем деп жүре сөйлеп, жуынып шайынып жатуға бет алды. Әншейінде қашан келсе де өзін еркелетіп, аз уақыт болса да ойнатып, әңгімесін тыңдап, қасына құшақтап отырғызатын әкесінің мына мінезіне ренжіп бұртиған Елнұрының бота көздері мөлтілдеп тұрса да қарауға мұршасы болмады. Таң қылаң бере бұл жұмысына кеткенде үйдегілердің бәрі ұйықтап жатқан. Ауыл маңындағы қыстақтарды аралап, түске қарай кабинетіне келіп жайғасқаны сол еді. Көмекшісі жүгіріп кіріп, «Бәке, сіздің үй жақтан өрт шығыпты. Дәл кімнің үйі екені белгісіз» деді аптығып. Дереу машинасына мініп жеткенде көршісінің шөп қарасы өртеніп жатыр екен. Өрт бел алып қалған. Сөндіруге талпынып жанталасқандарға дес бермей өршіп жатыр. Үйге де кірмей дереу сырт өрт сөндірушілер қатарына қосыла кеткен екеуі. Бір кезде көзі шашы жалбырап, бет-аузы күйе-күйе болып, өңі нарттай қызарып кеткен Бақытгүлге түсіп кетті. Өзі шарқ ұрып жанталасып жүр. Жүгіріп қасына жетіп барып иығына қолын салып еді, бұны көрген келіншегі еңіреп сала жөнелді. Бақыт, Елнұры жоқ.
еш жерден таба алмай жүрмін. Қарамаған жерім жоқ. Жоғы несі? Қайда ол? Қашаннан бері жоқ. Таңертеңнен осы үйдің гүлімі екеуі ойнап жүрген аулада. Енді жоқ. Қой, еңіреп жамандық шақырмай дүкен жақты қарадың ба? Мектеп жақты ше. Кейде ағаларының алдынан шығуға кетіп қалушы еді ғой. Жанталасып жан-жаққа жүгіріп өкпесі өшкен екеуі қайта үй жаққа жеткенде өртті де сөндіріп болыпты. Өрт сөндірушілермен бірге жанып біткен қораның орнына жеткен алқынып. Бір үсіп бір уыс боп қап-қара болып жатқан қос сәбидің денелерін бұған көрсетпей бір жігіт көлегейлей берген. Дүние өртеніп бара жатқан. Ұлының мәйітін көрген кезде өзін-өзі ұстай алмай, Бақытгүлдің иығынан құса ұстап, «Құдай-ай, не жазығы бар еді? Сен қайда қарадың? Сен» деп алақ-жұлақ етіп селкілдетіп тұрған бұның қолын зорға айырып алған жұрт. Өңі сұп-сұр болып талып түскен келіншегіне қайырылып қарамай, кіп-кішкене болып жатқан қос сәбиге қарай жүгірген бұны жібермей ұстап қалған жігіттер. Сол сұмдық күннен бері де 10 күндей уақыт өтіп кетті. Қазаға жиналған туған-туыс дос-жарандардың аяғы саябырсыған. Ұлының қазасына өзін кінәлі сезініп, өзін-өзі жұлып жеп тірі аруақтай болып жүрген келіншегінің қасында анасы бар. Ақылын айтып, күнде бір шаруаның басын шығарып, әйтеуір келінінің қайғырып отыруына жол бермей алдаусыратып жүр. Ұлдары да аяқтарының ұшымен жүріп, дымдары білінбейді. Балалардың у-шуымен, күлкісімен жап-жарық болып тұратын үйлері тып-тыныш, сұп-суық болып кеткендей. Зират басына келгеннен бері ләм-мим деп тіл қатпай түнеріп жүрген Бақыттың жанына ешкім жолуға батылдары жетпейді. Көңіл білдіріп басу айтқандарды тыңдағанымен де ешкімнің сөзі жүрегіне жетпей, іші удай ашып, өзегі өртеніп, құды бір роботтай жүрген Бақыттың құлағынан күндіз-түні құлыным-ай деген зарлы дауыс кетпейді. Көзі ілініп кетсе-ақ көретіні бір түс. Әне, Елнұры көзі мөлтілдеп бұған бұртиып қарап тұр. Бұл қуанып жүгіріп барып құшақтайын десе, көзден ғайып болып, бұның қолында бір уыс күл ғана қалады. Үсті басы малмандай су болып, шошып оянып, ұйықтай алмай таңды көзімен атырады. Күнде осы жағдай қайталанып, түннен қорқатын болған. Бүгін өзін-өзі зорлап жұмыс жағына барған. Осы жұмыс деп шаршадым деп ең соңғы күні Елнұрын құшағына қыспағаны есіне түсіп, өзегіне өксік тіреліп кабинетінен тез шығып кеткісі келген. Барлығы бұған мүсіркеп қарайтындай, бәрі бұны кінәлайтындай көрініп жұмыста отыра алмаған соң ол үйге келіп бөлмесінің есігін жауып алып, тұрып тұрған күйі бөтелкені аузынан қылқылдатып жұта берген. Ішіп жатқан арағының ащылығын сезбей түбін бірақ көрсеткен ол киімшең төсегіне құлаған. Неше күннен бері жаны жай тапқандай ма, талықсып ұйықтап кетті. Бақытгүл, мына жерге күнде бір бөтелке арақ әкеліп қоятын бол, ұқтың ба? Күйеуінің өңменнен өткен көз жанарынан тайсалып бүгежектей берген келініне араша болып, орнынан ұшып тұрған анасына, «Көке, сіз араласпаңыз, керек жоқ» деп есікті сарт еткізіп бөлмесіне кіріп кеткен Бақыт өз қайғысын бөтелкемен басуды дағдыға айналдырғалы да біраз болды. Өзін қаншалықты ұстауға тырысқанымен де ішіндегі жанып жатқан өртті сөндіру қолынан келмеді. Мұрт сынды. Жылап та, жалынып та, өтініп те көңілін табуға тырысқан келіншегінің де, ақылдарын айтып көмектескісі келген әке-шеше туыстардың да, қанша келіп жұмысқа шығуын талап еткен бастығының да сөздерін құлағына ілмеді. Бұның жағдайына қашанғы қарасын, өзін жұмыстан да шығарып тастады. Оған уайымдайтын бақыт жоқ. Бөлмесінен шықпай ащы суды сіміріп алып, ештеңе ойламайтын халге жеткен. Бар ауыртпашылық басына түскен Бақытгүл қатайып алған. Атасының әкеп берген 2-3 сүйерін қақтап сауып алып, сүт қаймақ қатық жасап сатады. Күндіз-түні бір тыным таппай, үй жайын күйттеп, жарғақ құлағы жастыққа тимейді. Ұлдары да анасының айтқанын бұлжытпай орындап, үйдің де даланың да жұмысын істеп қолғанат болып алған. Аптасына бір рет әкелерін моншаға түсіріп, сақал-мұртын алып, киім-кешегін ауыстырып тұрады. Қарсыласқанына қарамай тамағын ішкізіп жатқызады. Әкелерің сендерді жақсы көреді, айлақ бұрынғы қалпына келеді. Бізде бәрі жақсы болады. Көресіңдер әлі дегенді жиі айтып, ұлдарының құлақтарына сіңдіре беретін Бақытгүл әр күніне шүкіршілігін айтып, дұғасын жасап жатып, мұңайғанын, жылағанын балаларына көрсетпеуге тырысатын. Дегенмен де ер жетіп қалған ұлдарын
таусылып қалған қорларын ойлағанда ертеңгі күндерінің не боларына алаңдап түнімен жылап шығады. Бүгінде күндегі әдетінше ерте тұрып далаға шыққан Бақытгүл алғашқы жауған қарды көріп қораға қарай асыққан. Күн ерекше ызғарлы, суық өңменнен өтіп барады. Қораның есігін ашқан Бақытгүлдің жан даусы шығып айқайлай берген. Бақытгүлдің даусынан шошып оянған Бақыт киімшең күйі далаға атып шықты. Жүгіріп қораға жетсе, Жанболаты сұлық жатыр. Есі шығып ұлын көтеріп алып машинасына қарай жүгірді. Ауырсынып ыңырсып жатқан Жанболатты артқы орындыққа жайғастырып, Бақытгүлдің әкелген киімін жүре киіп ауруханаға қарай тартты. Дәрігерлер бұларды кіргізбей ұлын ала жөнелген. 5 минут уақыт 5 жылдай болып, екі көзі алақ-жұлақ етіп өзін қоярға жер таба алмай жүр. Алласына сыйынып бары білетін дұғаларын қайталай береді. Не болғанын түсініп болар емес. Бақытгүлдің өңі құп-қу болып кеткен, бір үсіп, бір уыс болып мелшиіп отыр. Дәрігер шығып, аздап миы шайқалған сияқты. Басындағы жарасын тіктік. Бірер күн ауруханада бақылаймыз. Сіздер үйлеріңізге қайта беріңіздер. Алаңдайтындай ештеңе жоқ. Үйленгенге дейін жазылып кетеді деп күлімдеген кезде сылқ етіп еденге отыра кеткен. Анасынан бұрып сиырларға шөп шаша қояйын деп төбеге шыққан Жанболаттың қардан аяғы тайып құлап, басы темір астаудың шетіне соғылыпты. Қайтта Алла үлкен сақтаған екен. Бір кішкене ары құласа не боларын ойласа жүрегі мұздап сала береді. Ұлының мына халіне өзін кінәлап, іштей өзін-өзі мүжіп үйлеріне жеткен. Қорқып, көздері жәутеңдеп ұлдары шықты алдарынан. Бәрін кезек-кезек құшақтап, құлындарым-ау сол, қорықпаңдар, бәрі жақсы болады деп жүріп, таңғы астарын беріп мектепке шығарып салды. Ауруханадан шыққаннан бері ләм-мим деп тіл қатпай, сұп-сұр боп отырған Бақытгүл екеуі оңаша қалған кезде бұның бөлмесінің алдында тұрған бөтелкені аузына апара берген. Қолдары дір-дір етеді. Жоқ, Бақытгүл, жоқ, керек емес, жоқ, деп айқайлап келіп бөтелкені қабырғаға бір-ақ ұрды. Болды жаным, болды, кешірші мені, кешірші, сені кінәлағаным үшін, сені жалғыз қалдырғаным үшін, Алламды ұмытып кеткенім үшін кешірші. Үнсіз селкілдеп жылап тұрған келіншегінің бетінен көзінен сүйе берген. Міне, содан бері 2 жыл уақыт өтті. Мейірімді Алла екеуіне үлкен бақыт сыйлап, дүниеге аяулым атты қыздары келген. Жасы 50-ге жақындап қалғанда көрген тәтті қызын құшағына алғанда өмірдің бар проблемасы есінен шығып, бақыттан бас айналады. Иә, өмір иірімдері адамның мінген қайғын бірде талға, бірде жарға соғады. Сондайда қайғыңда жаныңа қамқор болатын жол серігің болса қандай жақсы. Осы соңғы 10-15 жыл ішінде бақыттардың бастарынан не өтпеді десеңші. Жасы 50-ге жақындап қалғанда жұмыссыз қалып, өздерінің үйреніп қалған үлкен үйлерін кішірек үйге ауыстырып, бәрін нөлден бастауға тура келді. Үйдің ақшасының айырмасына қосымша несие алып, тәуекел деп аудан орталығында тұрған ескілеу үйді сатып алып, түгелдей жөнде жұмыстарын жүргізіп, кішігірім Елнұры деген кафе ашты. Өзінің бұрынғы құрылыста істеген тәжірибесінің арқасында бар жұмысын құрылысшы жалдамай ұлдарымен бірігіп жасап алды. Кафені енді ашып жұмысқа кірісіп жатқанда үлкені Нұрбол үйленді. Алғашқы тойымыз ғой, ел-жұрттан ұят болмасын деп, қолдарындағы бар қаражатын салып дүркіретіп тойын жасады. Тойдан кейін етек-жеңдерін енді жинай бергенде дүниеге алғашқы немересі келді. Шілдеғана бесік той деп тағы қуанышқа шашылды жиған тергені. Кафеге күнделікті айналымға ақша керек. Жұмысшыларының айлығы бар. Қаражаттары жетіспеген соң тағы да несие алған. Аяулым қыздары өсіп қалған. Үйді түгелдей келінге тапсырып, кафенің жұмысын Бақытгүл қолға алатын болғандықтан, кафені кеңейтіп, қасынан қонақ үй салмақ болып, құжаттарын рәсімдеп те алған Бақыт, жабылмаған 2 несиесі бар. Құрылысқа ақшаны қайдан тапсам екен деп жүргенде, аяқ астынан Ерболат ұлы келді. Үйленгісі келетінін айтып. Жаны қиналып, бір туған аға бауырларымен қарындастарына хабарласқан. Өзінің қатты жақсы көріп, құрметтейтін күйеу баласы тұрып жатқан үйін кепілдікке қойып, өз атынан қомақты көлемде несие алып берді. Тек несиені доллармен алған. Оны теңгеге ауыстырып, қуанып үйіне жеткен Бақыт, Ерболатты үйлендіруге біраз ақшасын жұмсап, енді құрылыс жұмысына қызу кірісіп кеткен. Бірақ
Үш несиенің ай сайын төлейтін өтемі қинап жібереді. Кафеден түскен пайда ішім жемдерінен аспай, құрылысқа арналған ақша шетінен ұсталып кетіп жатты. Сөйтіп жүргенде қырсыққанда қымыран ретінің кебі келіп, бір-ақ күнде доллардың құны екі есеге көтеріліп аспанға бір-ақ ұшты. Онымен бірге бұның алған несиесі де екі есеге көбейіп шыға келген еді. Күндер жылжып, айға ұласып, ай жылға айналып өмір өтіп жатыр. Бақыт қанша талпынса да несиелерін толық жаба алмай-ақ қойды. Іштей өзінен көп салмақ түсірген мойнындағы қарызын өтеуге жағдайы келмей, өзін өзі күнәлап күндері өтуде. Қазір Жаннұры да армиядан келе салып, өзінің сүйіктісіне үйленген. 3 келіні мен 3 ұлынан 8 немересі еді. Құда-құдағилары бәрі өз ауылдарынан, қарым-қатынастары өте жақсы. Немерелерінің шілдеханалары туған күндерінде бала-шаға құда-жекжаттарымен, ауылдағы әке-шешесі бауыр келіндерімен жиналып абыр-сабыр болып жатады. Әупірімдеп жүріп қонақ үйлерін салып бітіп, оны да іске қосқан. Жанболат осы қонақ үйге ие болып, Ерболат өзінің жеке типографиялық бизнесін бастап, бір жағынан олар да көмектесіп жүр. Сонда да қысқа жіп күрмеуге келмей қалады. Нұрбол келінмен рұқсат алып, 3 ұлымен қалаға көшіп кетті. Жұмысқа тұрып, пәтер жалдап, өз күндерін өздері көріп жатыр. Бақытгүл кафені жүргізіп жүр бұрынғыдай. Өзі Жанболаттың үйленбей жүргеніне алаңдап, ызыңдап қояды. Күйеу баласы телефон соғып, қарызын қайтаруын сұрап ренжіген сайын, бетінен басып қарындасын ойлап, іштей мүжілетін Бақыт түнде дұрыс ұйықтай алмайтын болды. Енді біраз қаржы жинап, қарызын берейін десе, Алла бір сәтін салмай-ақ қойды. Өткенде қолындағы ақшасын дайындап үйінен шыққалы жатыр еді, аяқ астынан Жанболат талып қалды. Оның бұрынғы басынан алған соққысы уақыт өте сыр беріп, дәрігерлер ота жасау керегін айтқан. Еріксіз ақшасын емге жұмсап, ұлын қалаға апарып отаға жатқызған. Алланың көмегімен отасы сәтті өтіп қуанып жүреді. Тосынның анасы бір апта ғана ауырып мәңгілікке аттанып кетті. Үйдің үлкені болған соң қазаны жөнелту бұның мойнына артылған. Анасының жерлеуіне келген күйеу баласы, бәке, кезінде саған несие әпергеніме қатты өкініп жүрмін. Туыстар арасын ақша бұзады екен, көзім жетті. Неше жыл болды, үйімді кепілдіктен шығара алмай қан қақсап отырмын. Сенің балаларың бала да, менің балаларым бала емес пе? Әрбірден соң саған да бөтен емес, туған жиендерің ғой деп тілімен осып кеткен. Қарындасы да жүдеп кетіпті. Сары уайымға салынып, кінәлімін, бәрін білемін. Тағы біраз шыдашы. Ер мойнында қылар қан шірімес деген. Тірі болсам қайтарамын деп бауырындай болып кеткен күйеу баласын құшақтай берді. Сол күні түнде Бақытгүлге қонақ үйді ме, кафені ме сатып қарыздан құтылайықшы деп еді, келіншегі жатып тулады. Сатқаны несі? Әрбірден соң өзіміз алған ақшаны қайырып бердік емес пе? Ал өсіп кеткен өсімі үшін біз кінәліміз бе? Жат адам емес, түсіністік танысын, о несей? Ойбай-ау, қарызымыздың өскеніне оның не кінәсі бар? Маған жақсылық жасаймын деп ені жаны қысылып отыр емес пе оның да? Бәрімізді асырап отырған сол кафе емес пе? Оның үстіне Жанболат та үйленгісі келіп жүр. Баланың бағын қалайша байлаймыз? Керемет ұланасы той жасамасақ та, құдалардың алдынан өтіп кет сетін апару керек қой. Ал оған қаражатты қайдан табамыз? Той құдалық шілдехана, ойбай ұят болады деп шашылғанымыз бір бітпей-ақ қойды ғой. Еркек деген атыма сын болды. Айтқан сөзімді ұстай алмағаным. Қалай түсінбесің? Бәке, қойшы таусылмай. Құдай қаласа енді осы Жанболатты аяқтандырып алсақ, аяулым өскенше уақыт көп қой, құтылармыз. Әй қайдам, кішкене үнемдеуге көшіп, бір жағынан сендер болыспасаңдар, білмеймін, мүмкін осы жалған намысты қойып, той жасамай-ақ қойсақ қайтеді? Жанболат ше, өзі ауырып, енді оңалғанда басқа балаларыңнан оның қай жерді кем? Қайта жасы болса талайға келіп қалды. Үйленемін дегеніне тәубе демейсің бе? Келіншегі ренжіген кейіп танытып тырысып үндемей қалды. Бұл да ұлын ойлап оның сөзіне жығылған. Көп ұзамай Жанболаты өзі сүйгенін алып қашып кіргізіп алды. Қазақтың салт дәстүрімен жоралғыларын жасап, туған туыстың басын қосып тойында өткерді. Күйеу баласы мен қарындасы тойларына келмеді, хабарласпады да. Олардың ренішін орынды санап, іштей өзін өзі жеп мүжіле береді Бақыт.
Мойнындағы қарызы батпан тастай кеудесін басып миынан кетпейді. Төсекке жатса ұйқысы қашып, іші өртеніп жатқандай мазасы кетеді. Ақылеп-үхлеп қойып жүре берген бақыттың өзін ойлауға мұршасы жоқ. Сыр берген денсаулығына көңіл бөлмей, уақыт өтіп барады деп қынжылып асығады. Уақыт емес, өмір өтіп барады екен. Сол күні әдеттегідей таңнан кафеге келіп, жұмысына кіріскен Бақытгүл түстің қалай болғанын байқамай қалды. Далаға шығып, Бақытты іздеп айқайлап шақырып жүр. Таңертеңнен кафенің шатырын жөндеп жүрген күйеуін тамақтандыру ойында. Бір кезде артқы сәкіде бүк түсіп отырған күйеуін көріп, зәресі ұшып жүгіре жетті. Сұп-сұр болып кеткен өңіне қарап, жедел жәрдем шақырып, бірден қалаға кетті. Дереу ота жасауға алып кетті Бақытты. Қатерлі ісік, ары кетсе 4-5 ай өмірі қалды деген дәрігерлер үкімін естігенде басына жай түскенде есеңгіреп қалған. Иә, кейде адам асықпағанмен Алла асықтырады екен ғой. Оны ойламаған екен ғой бұл бейбақ. Бақытқа ашып айтпағанмен бәрін сезіп білетіндей. Бірақ бір жақсысы, ауруға беріліп жігері құм болмады. Ауруханадан шыққаннан бері таза ауада көп жүріп, тіпті велосипед тебуді әдетке айналдырып алған Бақыт барынша көңілді жүруге тырысады. Ғаламторды ақтарып, өзіне қойылған диагнозды зерттеп біліп алғанымен, үйдегілерді шошытқысы келмей, тәбеті тартпаса да келіндерін мақтап отырып, тамағын ішіп, әңгімесін айтып, немерелерімен ойнап уақытын өткізеді. 2-3 рет қалаға барып, химиялық ем алып та келді. Әйтеуір ауруы жанына қанша батып тұрса да, бір күнде төсегінде жатып қалмады. Таңнан таза ауамен дем алып келген соң, әйтеуір бір ермек тауып, қолы бос болмайды. Бірдеңені шұқылап отырса, көңілі соған бөлініп, миы дем алып қалады. Соның нәтижесінде бұлар отадан шыққалы 10 айдай уақыт өткен. Дәрігерлер қателескен екен ғой деп, Бақытгүлдің көңілі жай тапқандай еді. Бақытгүл, мені көп ойландым. Екеуміз жаман өмір сүрмеген сияқтымыз. Аллаға шүкір. Ұлдарыма алаңдамаймын. Еңбекке жастайынан бауладық. Қазір бәрі бір-бір отбасының тіректері. Алла қаласа, саған да, арттарынан ерген қарындастарына да қамқор бола алады. Өзің де ұлдармен бірге осы жұмыстарыңды жалғастыра берсеңдер, аш-жалаңаш болмайсыңдар. Несібесі бәріңе жетеді. Тек бір ғана нәрсе жаныма батады. Бәке, қойшы, сен неге қоштасып жатырсың? Бәрі жақсы болады деген келіншегіне, ертең ұлдарды жина, менің айтарым бар деген. Ертеңінде ұлдары түгел жиналды. 4 келіні бір-бірімен күбірлесіп, ас үй жақта дыбыстарын білдірмей дастархан жайып жүр. Немерелерінің үлкендері бірін-бірі сағынып қалыпты. Асыр салып ойнап кетті. Орталарында апалары, ең кіші немересін көтеріп алған. Мына көрініске риза болып қарап тұрған Бақыттың көзіне жас келіп, еріксіз бұрылып кетті. Ұлдарымен өз бөлмесінде хал жағдайларын сұрап, ақыл кеңестерін айтып, біраз отырған соң, менің сендерге айтар 2 аманатым бар. Біріншіден, аналарыңды қазір қалай сыйлайсыңдар, солай сый құрметтеріңді аямаңдар. Аналарыңды қалай сыйлайсыңдар, қарындастарыңды, аяулымды да, өздеріңнің алған жарларыңды да солай сыйлаңдар. Олар да ана, қарындас екенін ешқашан ұмытпаңдар. Екіншіден, менің бір өкінішім, мойнымдағы қарымды жаба алмағаным. Соны сендерге аманаттаймын. Сен мен демей жабылып, сол қарыздан құтылыңдар. Әкеміз бізге мұра емес қарыз қалдырды деп мені сөкпеңдір. Тағдырдың бұлай боларын білмей, өзімнің емес сендердің қамдарыңды ойлап, арқамды бекерге кеңге салған екенмін. Қазір енді өкінгенмен не пайда? Сендерге сенемін деп сөзін аяқтаған. Ұлдарын шығарып жіберіп, күйеу баласына телефон соқты. Менен үлкен қателік кетті. Жерге ұшып кетер көк қағаз үшін өзіңдей бауырымды ренжітіп, еркектік сөзімде тұра алмадым. Мені Алла кешірсін. Бірақ ұлдарыма аманаттадым. Олар қиянат жасамас деп сенем. Аман бол бауырым. Аурухана терезесіне телміріп отырғанына да 2 күн болды. Әлі таусылып, өздігінен тұрып жүре алмаған соң, мүгедектер арбасына таңылған. Өзінің күнінің жақындап қалғанын сезіп, осы жағдайын бала-шағаларына көрсеткісі келмей ауруханаға келіп жатқан. Күнде келіп, қасында болып кететін келіншегі кеше сүйіншілеп, өздерінің 10-шы немерелері толғанын айтты.
аллаға шүкір, өзінің өмір өзені сарқылып бара жатқанымен де арналары жалғасын табуда. Өзенінің арналары кеңейе береді. Аллаға шүкір.